Сәлем достар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында осындай өте дәмді ауызда еритін бір жасағаннан-ақ өзіңіздің көңіліңіздегідей шығатын рогаликтермен бөлісетін боламын. Бұл рогаликтерді дайындау үшін бізге ұн, яғни сары май қажет болады, қаймақ және бір қасық шай қасықпен қопсытқыш, яғни разрыхлитель керек болады. Өте оңай, ең оңай рецепттердің бірі. Ең алдымен осылай ситодан ұнымызды өткізіп алдым. Ситодан өткізілген ұнның үстінен сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары май қатты болса, теркадан өткізіп, қырғыштан өткізіп жіберсеңіздер болады, немесе турап алсаңыздар. Жұмсақ күйінде қолдансаңыздар да болады. Бір шай қасық қопсытқышпен енді қаймағымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығуы қажет, қатты болып қалмасын. Осылай әдемі етіп қамырымызды илеп алдық. Енді илеп алған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, яғни домалақ етіп 15-20 минуттай мұздатқышқа салып қоямыз. Қамырымыз мұздатқышта тұрғанша біз ішіне салған салмамызды дайындап аламыз. Мен осылай жаңғақты майдалап алдым. Енді майдаланған жаңғақтың үстінен 2 ас қасықпен сгущенка, яғни вареный сгущенка дейміз ғой, екеуіні жақсылап осылай салып араластырып алдым. Енді қамырымыз 20 минут тұрған соң алып осылай жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, яғни оқтаусыз қолмен жайсаңыздар да болады. Енді дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Осылай үш бұрышты етіп кесіп алдық. Енді салмамызды салып, жақсылап әдемілеп орап алатын боламыз. Оралған рогаликтерімізді листімізге әдемілеп теріп шығамыз. Пергамент қағаз салсаңыздар да болады. Менде пергамент қағаз болмағаны үшін фольга салдым. Енді қалған қамырларымызды да дәл осылай жайып, ішіне салмамызды салып, әдемілеп орап шығатын боламыз. Міне рогаликтеріміздің барлығын бір листке теріп алдым. Енді 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Сәл ғана сарғайса болды, қызарып кетпесін. Енді рогаликтерімізді ыстық күйінде сахарная пудраға осылай домалатып, барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Міне осылай жағып алдық. Достар, тек ыстық күйінде ғана домалатып алыңыздар. Енді қалған қамырларымызды да осылай кесіп аламыз. Мен бұл қамырымызды үлкендеу етіп кесіп алдым. Егер тез, яғни ертерек боламын десеңіздер, осылай үлкендеу етіп орасаңыздар да болады. Біреулерге кіші рогаликтер ұнамайды. Қаласаңыздар, осылай үлкендеу етіп орасаңыздар да болады. Мен бұл рогаликтердің ішіне вареный сгущенка мен мейізді салып алдым. Міне осылай жақсылап орап алдым. Енді бұларды да 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Достар, міне біздің рогаликтеріміз дайын болды. Өте дәмді. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызға бір салғаннан еріп кететін өте тәтті, бір жасағаннан-ақ шығатын рогаликтер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.